Саламатсыздар ма? Қазіргі таңда білім кеңістігіне роботты техниканың негіздерін енгізуге бүкіл ел бойынша мән берілуде. Ондағы негізгі мәселе неғұрлым көбірек жастарды ғылымға және инженерлік қызметке тарту болып отыр. Роботты техника автоматтандырылған техникалық жүйелерді өңдеумен айналысатын және өндіріс дамуының маңызды техникалық негізі болып табылатын қолданбалы ғылым. Роботты техниканың білім саласындағы өзектілігі өнеркәсіптің инженерлі техникалық кадрларын даярлаудың қажеттілігімен байланысты. Соған сәйкесті білім беру саласының алдында роботты техниканы оқу үрдісінің әртүрлі деңгейлеріне ендіру мәселесі тұр. Роботты техниканы білім беру ұйымдарына ендіру оқушылардың коммуникативті қабілеттілігін, қарым-қатынас дағдысын, белгілі бір шешім қабылдауда жауапкершілік сезімін, шығармашылық қабілетін дамытуға әсер етеді. Оқушылар әртүрлі механизмдердің амалдар принциптерін өздері бір нәрсе құрып, ойлап тапқанда ғана жақсы түсінеді. Роботты техниканы меңгеру бастауыш сыныпта математиканы, қоршаған ортаны, негізгі және жоғары сыныптарда физиканы, химияны, геометрияны, ақпараттық технологияларды меңгерумен тығыз байланысты. Соңғы кездері технология мен роботты техниканы оқытудың барлық кезеңдеріне кіріктіруге аса мән берілуде. Сондықтан да мектептің білім кеңістігіне роботты техниканы кіріктіру үдерісіне жүйелі түрде қадам басу аса қажет. Қазірде өте көп қолданылып жүрген лего құрастырушылары бүкіл әлем бойынша өздерін білім беру өнімі ретінде танытты. Оның оқыту үдерісінде табысты пайдаланылуына оның мынадай төмендегі кейбір ерекшеліктер әсер етті. Әмбебаптығы, бастауыш және жоғары буын сыныптарында қолданылу мүмкіндігі. Пәнаралылығы, жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқытуда, сабақта және сабақтан тыс шараларда қолданылу мүмкіндігі. Дәстүрлі еместігі оқушының шығармашылық, зерттеушілік, логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Жалпы білім роботтармен танысу бастауыш сыныптарында басталады. Легоны бастауыш сыныпта пайдалану оқушыға алдымен бастауыш сынып оқушыларын мектепке бейімделу кезеңін жеңілдетеді. Өзінің әмбебаптығымен ең тиімді құрал болып табылады. Абстрактылы түсініктерге көрнекілік береді. Сол арқылы оқу материалын жақсы игеруге мүмкіндік береді. Лего бөлшектері дискретті қасиетке ие. Сондықтан да оларды жіктеу, салыстыру, оларға арифметикалық амалдар қолдану ыңғайлы. Кері байланыс ұйымдастырылған. Мұғалім нәтижені алыстан байқап, кейін қалып бара жатқан оқушылардың жұмысын оңай түзеп жібере алады. Қолдың майда бұлшықеттеріне үнемі массаж болып табылады. Кез келген бағдарламада сабақтың барлық кезеңінде қолдануға болады. Физика сабақтарында лего құрастырушылар қарапайым механизмдерді түсінуге мүмкіндік береді. Лего құрастырушысының арқасында оқушы физикалық жаңа ұғымды естігенде оның физикалық болмысы туралы дұрыс пікір құрастырады. Лего құрастырушыларын механика, молекуларлық физика, кванттық физика элементтері және тағы басқа да бөлімдерін оқытуда қолдана отырып, мұғалім демонстрациялық, фронталдық, зертханалық тәжірибелерді және сонымен қатар оқушылардың ғылыми зерттеушілік, зертханалық жұмыстарында ұйымдастыра алады. Лего құрастырушылары информатика сабағында бағдарламалауға қатысты тақырыптарды меңгеруде үлкен мүмкіндік береді. Лего құрастырушыларының рабалап бағдарламалау ортасы визуалды құралдар арқылы роботтарға бағдарлама құрастыруға мүмкіндік береді. Яғни оқушылар өздері құрған материалдық объектінің қозғалысына қарай информатикадағы абстрактылы ұғымдарды қолмен ұстап көргендей болады. Бұл жерде роботтарды құрастыру информатика сабағынан тыс жерде қалады. Яғни балалар қажетті тетіктер мен моторлардан құрастырылған тек дайын роботтарға әртүрлі бағдарлама құрумен айналысады. Бұл олардың зейінін орындаушының ақпаратты қалай өңдейтініне қатысты сұрақтарға назар аударуына мүмкіндік береді. Лего технологияның көмегімен мұғалім әртүрлі деңгейдегі оқу тапсырмаларын құрастыра алады. Яғни оқытудың бірте-бірте қадамдап принципін іске асыра алады. Ал әрбір оқушы өз қарқынымен жұмыс істей отырып, қарапайым тапсырмаларды күрделірек тапсырмаларға өте алады. Осындай әртүрлі пәндерді оқытудың инновациялық әдістерінің көмегімен біз бәсекеге қабілетті және технологиялық жағынан дамыған шығармашыл ұрпақты тәрбиелеп шығара аламыз.
тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.